Баршаға сәлем, сіздермен Алтынай. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерді өз каналымда көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздерге өте тиімді және пайдалы лайфхакпен бөліскелі отырмын. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Егер де самсаны каждый день жаюдан, түюден шаршап жүрсеңіздер, мен сіздерге осы кеңесті ұсынғалы отырмын. Әсіресе асығыс кезде осы кеңес тиімді деп айта аламын. Қамырды бірінші жайып аламыз, одан кейін арасына сары майымызды орап, жылы жерге қоямыз. Одан кейін қайта жайып, оқтаудың көмегімен қамырымызды ортаға жинап, пышақпен кесіп аласыздар. Осылай кесіп алғаннан кейін үстіне салмамызды саламыз, екінші қамырды дәл осылай қойып шығасыздар. Бұл жерде менде асқабақ, картошка, пияз. Сосын мінеки дәл осылай қысып шығасыздар. Міне самсаларымыз дап-дайын, сүп-сүйкімді болып шықты. Барлығын осылай түйіп шығасыздар. Каждый қамырды жайып жүрмейсіздер, өте тиімді, қыздар. Ойларыңызды комментарияға жаза кетіңіздер. Осылай жасап көргендер бар ма, или енді жасайын деп жатсыздар ма? Егер осы әдісім сіздерге ұнаса, менің парақшама тіркеліп, достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Самсамыздың бетіне мен жұмыртқа жақтым және де мак септім. Сіздер күнжуыт немесе басқа нәрсе сепсеңіздер де болады, сеппей жіберсеңіздер де болады. 180 градуста 30 минутта пісіріп аласыздар. Ал қыздар, видео рецепт ұнаса, сақтап алыңыздар. Менің парақшама тіркеліп алыңыздар. Менің YouTube каналымда бұдан да басқа көптеген рецепт түрлерін көре аласыздар. Ақпараттар да бар және де тәтті тағамдар, тәттілер түр-түрін көре аласыздар. Қоңыраушаны басып қойсаңыздар, алдағы уақытта менде видео шықса сіздерге көрінетін болады. Тарлақ, сочный, мощный самса болып шығады. Ас болсын, сіздермен болған Алтынай.